Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай керемет красный бархат пирожныйларын жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. 2 жұмыртқаға шекерді қосып, миксермен араластырамыз. Бөлек ыдысқа қаймақ пен айранды араластырып аламыз. Жарты шай қасық ас содасын уксуспен гасит етіп, айранға қосып араластырамыз. Енді осы кезде бояғышты да қосып араластырып жібереміз. 2 массаны біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық май қосып араластырамыз. Онға қопсқыш пен какаоны қосып араластырып аламыз. Он мен массамызды біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Дайын қамырымызды кондитерлік қапқа салып аламыз. Енді пергамент қағазының үстіне видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек формада қойып шығамыз. Зубочистканың көмегімен қисық жерлерін түзелеп шығуға болады. Сосын қызып тұрған духовкада 160 градуста 12-15 минут пісіріп аламыз. Кождарымыз пісіп шықты, көріп тұрғандарыңыздай пергамент қағазынан оңай алынады. Кремін дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудра қосып, жақсылап миксерлейміз. Үстіне 33%-дан жоғары сливки құйып, жақсылап миксерлейміз. Кондитерлік қапқа гүл тәрізі насадкамызды қойып, үстіне кремімізді салып аламыз. Әр дөңгелекке бір-біріне сәйкес етіп табамыз. Пирожныйымызды салып қоятын бізге капсула керек. Кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Видеода көрсетілгендей әр дөңгелектің үстіне гүл тәрізді етіп, кремімізді қойып шығамыз, үстіне крышкасын жабамыз. Бетіне кішкене гүл жасап шығамыз, ең соңында сахарный пудра себеміз. Міне пирожныйларымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты, дәмі болса керемет. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан керемет болып шығатынына кепілдік берем. Назарларыңызға рахмет.